Жапония. Шығыс Азия жағалауларына жақын маңдағы Тынық мұхит аралдарында орналасқан мемлекет. Халық саны 126 миллионға жуық. Жапония бір ұлтты мемлекет. Халқының 99% жапондар. Негізгі діндері синтоизм және буддизм. Жапония ислам діні тыйым салынған жалғыз ел болып саналады. Жапондықтар үшін қалыпты, ал біз үшін ерекше дүниелер бұл елде өте көп. Сонымен біз бүгін жапондықтардың ойлап тапқан ерекше дүниелері туралы айтатын боламыз. Сіз жапон қыздарының әкелерімен бірге шомылатынын естідіңіз бе? Бұл Жапонияда өте кең таралған дәстүр. Анасы кешкі ас дайындап жатқанда қыздар мен ұлдары әкесімен бірге жуынатын бөлмеде шомылады. Ешқандай киімсіз бірге суға түседі. Әдетте балалар ванна бөлмесінде әкесімен бірге 7, 8 немесе 10-12 жасқа дейін жуынады. Бірақ 14 жаста балалар да ата-анасымен бірге шомылып жататын кездер кездеседі. Баланың өзі әкесімен жууды қашан тоқтату керектігін өзі шешеді. Осыдан кейін олар бірге ваннаны тек мереке күндері немесе ата-аналары қартайған кезде бірге қабылдайды. Жапония жұрты ваннаға шомылуды тек тазалықты сақтау деп емес, сонымен қоса тән және рухани дүниені демалдыру деп түсінеді. Жергілікті тұрғындар кешке жақын минералды тұздарды қосып, ыстық ваннаға түсуді әдетке айналдырған. Жанұяның барлық мүшесі суды ауыстырмай сол қалыпта түсе береді. Алдымен әкесі, сосын анасы, тағы сол сияқты. Олар ваннаны жуыну үшін емес, релаксация ретінде пайдаланады. Алдымен гигиена тәртібін сақтай отырып, жанындағы легенге жуынып шайынып болғаннан кейін ғана ыстық суға түседі. Сондықтан су өзінің таза күйін сақтайды. Сондықтан бірге ванна қабылдауда ешқандай өрескелдік жоқ деп санайды. Неге олар бірге суға түседі? Біріншіден суды үнемдеу мақсатында, екіншіден бұл ата-баба дәстүрі. Мұндай дәстүрге сіздердің көзқарастарыңыз қандай? Жапонияда әкелер емізетіні рас па? Иә, сіз дұрыс естідіңіз. Бірақ бұл рәсім бәрін таң қалдырды. Жапонияда ер адамдар жасанды кеудеге ие бола алады. Бұл өнертабыс жақында енгізілді және халық арасында үлкен сұранысқа ие. Сонымен әкелер белдіктерге бекітілген кеудені киеді. Олардың біреуінен сүт тесік арқылы беріледі. Бұл әдісті ойлап табушы компания өкілі емшек үстімен емізу ата-аналарға ұйықтауға көмектеседі. Ата-аналардың күйзелісі мен бала тәрбиесіндегі қиындықтардың көпшілігі тамақтану мен ұйқыға байланысты, ал әкелердің қатысу деңгейі төмен. Емшек үстімен емізуге назар аудара отырып, біз ата-аналарға жүктемені азайтуға және әкелерге емізуге мүмкіндік беру арқылы нәрестелердің ұйқы уақытын арттыруға тырысамыз деп түсіндірді. Сіз бұл әдісті дұрыс деп санайсыз ба? Пенсионер оқушылар туралы естіп пе едіңіз? Мектеп оқушысының формасы Жапонияда өте танымал және көптеген қыздар сифуку кигенді ұнатады. Алайда Токиода қысқа юбка киген жас ханымдар ғана емес, ер адамдар да кие бастапты. Жапонияда қарт кісілерге арналған оқушы қыздардың киімін киетін арнайы клубтар да бар екен. Хидеаки есімді қарт кісі өзінің оғаш суреттерін әлеуметтік желілерге жүктегеннен кейін ол интернет қолданушыларын да жаулап алды. Кобаяши көптеген қыздар оның Facebook парақшасын қоршауға алып, олармен суретке түсуді өтінеді деп мақтанады. Жапонияда сусындар сататын автоматтар өте көп. Солардың бірінде жақында жаңа сусын түрі пайда болды. Жапондықтар қуырылған үшбара дәммен жаңа газдалған сусын ойлап тапты. Оның сұранысқа ие болған соншалық бірінші күннен 7 миллион бөтелке сатылып кеткен. Құрамында сарымсақ, уксус, имбир, ащы май және қант болады. Сіздер дәмін көрер ме едіңіздер? Жапония мемлекеті өте әсем болғанымен аса қауіпті жерде орналасқан. Жапония жерінде жылына шамамен 1500 мәрте жер сілкінісі болады. Ұрлық, қарлық, тағы сол секілді қылмыс түрлері жөнінен қауіпсіз ел болып есептеледі. Алайда орналасқан аумағы сейсмологиялық белсенді орта болғандықтан табиғат апаты жиі болады. Жапония елінде жылқы етін шикілеу жеу қарапайым нәрсе, олар шикіде ет жеу өте пайдалы деп санайды. Жапонияда порнографияның сатылымы барлық жерде десе де болады. Көкөністер сатып тұрған әр дүкендерде де, кітап дүкендері болсын, кез келген жерде сатыла береді. Бір қызығы, жапондықтар дельфин етімен қоректенеді. Бұл теңіз жануарынан сорпа қайнатады, кәуап жасайды. Жапония метроларында тек әйелдерге арналған вагон бар. Әйел адамдарға, қыздарға ешкім тиіспесін деген ниетпен жүреді екен. Сондықтан Жапония зорлық-зомбылықтан басқа мемлекеттердің жанында төменгі орында. Жапондықтар ешқашан жұмыстарынан уақытылы кетпейді. Бастықтары боссыңдар демейінше жұмыстарын істеп отыра береді. Ол 2-3 сағатқа созылуы мүмкін. Егер ерте кетіп қалған жағдайда сатқындықпен теңеледі.
Жапонияда суицид жағынан бірінші орында. Жапонияда короши деген термин бар. Қатты күйзелістен өлім құшу. Орта есеппен жылына осы диагнозбен 10 мың адам қаза табады екен. Жапонияның көп бөлігі орманды алқаптан тұрады, себебі ағаш кесуге рұқсат етілмейді. Жапонияда шайпұл беру мүлдем жөн саналмайды. Клиент қызметтің белгіленген бағасын төлеп тұрған кезінде сатушымен тең дәрежеде тұрады деп саналады. Ал егер сіз алда-жалда біздегідей шайпұл тастап кеткен болсаңыз, онда ол өзіңізге жасалған қызметке көңіліңіздің толмағанын яки қызметкерді кемсіткеніңіз болып саналады. Жапонияның солтүстік қалаларында тротуарлардың барлығы жылытқышпен жасалынған. Сондықтан бұл жерлерде ешқашан көктайғақ болмайды. Іс жүзінде жапондар ешқашан қонақтарын үйге шақырмайды. Келіп кетерсіз дегенді жай ғана сөздің мысалы деп түсініңіз. Жапон отбасында ағасы мен қарындасының мүлдем сөйлеспеуі, тіпті бір-бірінің телефон номерін білмеуі тіптен қалыпты жағдай болып саналады. Жапондықтарда 4 саны сәтсіз болып саналады. Мектептерде, ауруханаларда және басқа да мекемелерде ешқашан бұл нөмірді кездестірмейсіз. Достар, сіздерге Жапония туралы қызықты мәліметтер ұнады ма? Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздерді өте қызықты видеолар күтетін болады. Келесі кездескенше.